айтылар мен туралы естеліктер. Біреулер жан еді дер өр тұлғалы, біреулер тұлпар еді деуі мүмкін, бүтінделмей кеткен бір ер тұрманы. Мұқағали Мақатаев Қазақстан мемлекеттік сыйлығының иегері. Ақиық ақынның 90 жылдығына арналған «Мұқаңды сағынады жүрек сыздап» атты поэзия сағаты ақын шығармаларына арналады. Мұқағали Мақатаев бүгінде бүкіл халықтың сүйіспеншілігіне бөленген сүйікті ақын. Оның өлеңдерін ықыласпен оқымаған, сөздеріне жазылған әндерін ынтыға тыңдамаған иісі қазақта ешкім жоқтығы белгілі. Ол қазақ халқының салт дәстүрі мен тұрмыс тіршілігін сезімталдықпен жырлаған ақын. Ақын көзі тірісінде сый құрметке ие болмаған. Кейіннен ғасыр ақыны атағын иеленсе, 70 жылдық мерейтойына орай аманат жинағы үшін лауреат атағын берілді. Мұқағалиды ақын еткен де, мәртебесін биіктеткен де, ақынды ғарышқа самғатқан да осы қазақтың қара өлеңі. Ақын осы қара өлеңді бағалайды, бас иеді, тағзым жасайды. Ақынның өмірден өткеннен кейінгі туған күндері халық болып тойланып келеді. Бірақ арамызда ақынның өзі емес, оның албырт жырлары мен жансыз суреттері ғана. Мұқағали Мақатаев туралы төл туындымнан: қазақтың хан тәңірі. Бір ғасырға бір ақын дара туған, жарық жұлдыз халық үшін жаратылған. Хан тәңірдің мұзбала қыранындай өрлік ескен қомдаған қанатынан. Өмір жолы өрлеген өлеңменен, өлең тек соған елеңдеген. Ғұмырын суреттейтін сұңғыла жыр, бағасына еш нәрсе теңелмеген. Заманның тап келсе де қиынына, мойымай дауылы мен құйынына. Келешегі тамсанып қарайлайды, жырменен сомдап кеткен бойымына. Архивтерде шаң басып өлеңдерің, жатқан жоқ тозбадың, көнермедің. Ән ғып айтып бар қазақ өлеңіңді, жыр ғып оқып келеді өлеңдерің. Қазағымның жаралған ақтаңышын, өлгеннен соң мақталып жатқанышын. Өлмей тұғын артына із қалдырған, Мұқағали асқарым мақтанышым. Мұқағали Мақатаев туған күн. Бүгін менің туған күнім, ой пәләй, мынадамдар неге жатыр тойламай. Банкет жасап берер едім өзім-ақ, тәңірімнің бір жартпай қойған-ай. Мына дүние неге жатыр үндемей, алаулатып тойдың шоғын үрлемей. Құшақ-құшақ гүл шоқтарын лақтырып, анау шапан мынау атың міндемей. Мына жұртқа жақпады ма әлденем, бекер өмір сүргенім бе әуремен. Халқым сенің қасіретіңді білем деп, бекер өмір кеттім екен әуремен. Тойланбасын нетейін, той көрмей-ақ, сый көрмей-ақ өтейін. Қаламымды берші маған бәйбіше, болашаққа арыз жазып кетейін. Мұқағали Мақатаев үміт. Түнек түннің ішінде, көз ұшында алыстан, әлде ой, әлде түсімде тек бір сәуле танысқан. Ол сәулеге ұзақ қарап, қимадым тастап кетуге. Алып ұшып жігер талап, ұмтылдым менде жетуге. Ұстатар емес ол сәуле, келемін қуып жетпедім. Болмаса игі бос қауре, талпына жігер еткенім. Ол сәуле үміт шырағы, талайлар қуып жығылған. Жай тауып қалай тұрады, ұштаспай оған шыбын жан. Мұқағали Мақатаев дос болам десең. Дос болам десең, досымды сыйла, қымбаттым. Досыңа сонда досым мен ғана қымбатпын. Дос болам десең, мендегі доспен достасқын, сендегі доспен дос болып сонда тұрмақпын. Достарың көп пе, апырау неткен жақсы едің, досымас менің, досымау мұның тапшымын. Достар менен достастыр мені асылым, достастыр мені болайын құлым нақ сенің. Достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін өзіме өзім мін артып. Жауыздың барып жанына уәзір болғаннан, достардың барып ауласында өлген мың артық. Досым, саған сенемін, сені бөтем, жолы бөтен демеймін, жөні бөтен. Достық деген адамның көрігеген, достық деген ақылдың серік екен. Қыран күлкі, тамаша бәр осында,
отырмын жиын тойдың арасында. Береке бойдан асып жатқанымен ол құтыр, көңілім менің нанасың ба? Ұйытқып жатыр көңілде құйын дауыл, неге сен келе алмадың жиын қабыл? Жыраққа жалғыз мені жібермеші, жаныңа жаманшылық бұйырмағыр. Әне жұрт өзді-өзімен сөйлеседі, өзіңсіп ей деседі, ой деседі. Шіркіндер ай, даурығып тыңдар емес, есіне тост көтерсем кейде сені. Сенсіз өмір қашанда хош тұрған ба? Сенсіз думан қызылсыз бос қырманда. Әсіре ойнап қайтемін, әсіре күліп, сенің орның құласып бос тұрғанда. Мұқағали Мақатай, үш бақтым, ең бірінші бақтым халқы менің, соған берер ойымнан алтын кенім. Ой бар болса мен барман, қор болмаймын, қымбаттырақ алтын нарқым менің. Ал екінші бақтым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кей-кейде дүниеден теңерсенде, қасиетті тілімнен теңелдедім. Бақытым бар, үшінші отан деген Құдай десе, кім десе отан берем. Оты сүйне жалғаннан жан барсын ба, ойланбай-ақ ақ кетерім. Тұтал менен түтін түтек өз өрбек егереме, немелері көгерсін шөгерлері, жанында ұста жақсылық көтпейсін, от емес оқ сұрасаң менен егер. Үш бірдей бақытым бар, алақандай, мені бұндай бақытты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанынан, атырау алды алға Алатауға. Мұқағали Мақатай, мен басымнан қорқамын. Мен басымнан қорқамын атом ба деп, бір әлемет жасалып жатыр ма деп. Мұндайдағы сұрапыл тап болар ма, өзі болған өзімен пақырға кеп. Мен басымнан қорқамын атом ба деп, белгісіз элементтер миымды ойнап, миым қайнап барады, миым қайнап. Белгісіз ғалымдарға мекен болып, өз денеме өз басым бұйырмай ма? Бұл ғаламның түбіне жететіндей, сұмдық сынаулар өтетіндей, мен басымнан қорқамын, мен болмасам, атом миым жарылып кететіндей. Еңбегінің қызығын да көре алмай, от боп жанып өтіп кеткен ақынға мәңгілік қып өмір берген өлеңдай деп Айтақын Әбдіқалық жырлағандай, өлең өлмейді. Ендеше оны жазған ақында өлмейді. Мұқағали поэзиясы әрбір мезгілмен бірге көктеп, көгеріп, әр ұрпақпен бірге мәңгі жасай бермек.